Баршаңызға сәлем достар. Мына жақта маған счетыма 51.740 теңге түсті. Мен бұны тегін түрде алдым, және де бұны алған үшін маған бір жарты күн ғана керек болды. Осы бейнероликті соңына дейін көр, және де сен де осылай 51.000 теңге ақша таба аласың. Досым, сен егер осы бейнероликті соңына дейін көрсең, сен мына жақтан 118 USDT тегін түрде алатын боласың. Ал теңгелей шаққан кезде бұл 50.000 теңгедей болады. Жалпы қазір сіздерге бұны жай ғана сөзбен ғана түсіндірмей, А до Я көрсететін боламын. Бүкіл іс-қимылды, және де біз сізбен бірге Каспий Голдқа сол 50.000 теңге бірге шешіп алатын боламыз. Сондықтан бейнероликті соңына дейін көр. Және де достар, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар, өйткені бұл жақта сіздерге расымен де ақша табу жолдарын көрсетемін, және де өздеріңіздің кішігірім үлестеріңізді қосып кетіңіздер, яғни лайк басып, кез келген комментарий қалдырып кетіңіз. Кеше 16 сәуірде Шоу-банкта өздерінің акциясын жүргізіп жатыр. Бұл акция прям пушка десек те болады, өйткені мына жақтан сіз жақсы ақша таба аласыздар, прям куш жыла аласыздар. Көбісі айтады, маған жазады, что тез арада ақша табатын жол бар ма деп. Вот сіздерге осы жолмен сіздер қазір бүкіл іс-қимылды істесеңіздер, сіздер 118 USDT алатын боласыздар. Нақтылай келсек, 6 кикоин береді, ал 6 кикоинді сіз мына жақта өз условияны орындап, істейіп, ақшаны ала аласыздар. Негізі 118 USDT ол в данный момент көрсетіліп тұрған курс валюта. Бұл жақта курс валюта негізі сағат сайын өседі. Яғни сіз 6 кикоинді мысалы 1 апта, 2 апта портфельде ұстасаңыз, 118 USDT емес, даже 150, 200, 300-ге дейін сатып жерсеңіз болады. Поэтому бұл жақта уақытпен ұстасаңыз, тоже сізге жирный плюс болып келетін болады. Мына жақта условияны бәрін өзіңіз оқысаңыз болады. Негізі Telegram сілтемесі описанияда тұр. Мен сіздерге қазір іс-қимылмен осы шарттарды істейтін боламын. Ең бірінші бізге регистрация өту керек. Ол үшін тоже описанияда тұр. Сіздер бірінші VPN жазып аласыздар. VPN мен қазір сәтте тегін түрде VPN бар, яғни Secure VPN дегенді Play Market'ten жазып алған болатын. 4 мегабайт и бесплатный тегін ретінде қолдана берсеңіз болады. Осы арқылы кіресіз, өйткені Қазақстан мемлекетінде Шоу-банк істемейді, ашылмайды. Сондықтан бірінші міндетті түрде VPN жазысыздар и сіздер сілтемені басып осыған кіретін боласыздар. Кіргеннен кейін сіздер бұл жақта бірінші регистрация өту керек. Өзіңіздің full name, яғни атыңызды жазасыз, ағылшынша түрде, email адрес жазасыз, номер телефоны жазасыз, пароль, и наяқта птичканы қойасызда open дегенді басып, өзіңіз регистрацияны сәтті өтесіздер. Регистрация өткеннен кейін сізге бұл жақта карточка доступна болмайды. Бұл цифровой карточканы доступна қылдыру үшін, яғни қара свет қылып жасау үшін сізге наяқта 3 сызықты басу керекті. И наяқта аккаунтты verify деп тұр ғой. Осыны сіздер жасылға айналдыру керексіздер. Сіздер яғни верификация өтесіздер. Верификация 5 минут-2 сағат аралықта уже тексеріп сізге растайтын болады. Яғни өзіңіздің жасыңыз 16 жастан асқан болу керексіз. Өзіңіздің жеке куәлігіңіз болу керек. Егер де сіз 16 жастан аспасаңыз, онда әпкеңізден или басқа адамдардан сұрап, тоже бұл акцияға қатыссаңыз болады. Яғни сіз даже бір өзіңіз осыны 4-5 аккаунт ашсаңыз болады. 4-5 аккаунтпен 4-5 данныйды тересті, и каждынан мысалы 118 USDT ала аласыздар. Бұл да также мен өзім оны істейін деп жатырмын. Қазір сәтте бірінші мен осы аккаунттан ақшамды шешіп сіздерге көрсетейін деп жатырмын. Жақсы, сіздер бұл жақта бірінші верификация өтесіздер. Верификацияда өзі жеке куәлігіңізді көрсету керексіз. Тағы да өздерінің нәрселер бар. Ол жағын енді по шагу сізге детально көрсетіп отырады. Бейт сөйт деп соны істейсіздер, и верификация 5 пен 2 сағат аралықта сізге жасыл болып жану керек. Жасыл болып жанды, все, дальше кетеміз келесі этапқа. Ол жақта біз бонус дегенді басамыз. Бонусқа кіреміз, и мына жақта сізге облигация сатып алу керек. Я достар, бұл жақта вложение керек. Telegram группада айтып кеткендей, вложениені сіз бір күнде ақтап аласыздар. Мысалы, бұл жаққа сізге қазір сәтте $51 құю керек. Сіз мына жақта ең арзан облигацияны сатып алу керексіздер. И то бұл облигация сізге ақша алып келетін болады. Қазір қанша ақша алып келетін, оны тоже сіздерге айтып кететін боламын. Яғни 0,5% күнделікті түсіп отырады. 4 жылға арналған сіз бұл облигацияны, бұл сертификатпен 4 жыл қолданатын боласыздар. Мына жақта тизер 20 таңдайсыздар. И мына сіздерге amount 51 USDT төлеу керексіздер. И сіздер бұл жақта общая сумма 4 жылда 2780 HGD, яғни гонконгский долларға доходқа жететін боласыздар. Бұл USDT ретінде шаққан кезде 292 USDT, $51 қиясты, үстінен тағы да сіз 250 USDT пайда көретін боласыздар. Поэтому бұл жақта одни плюсы. Бұл облигацияны сатып алу үшін, мына амаунтта сізде 10 деп тұра берсін. Мына сіздер криптовалютаны таңдайсыздар, мысалы 320 таңдайсыздар, байдан басамыз.
И мына жақта сіздер мына адресқа осы ровно сумманы жіберу керексіздер. 51,28. Комиссияны сызсаңыздар, и мына ровно осындай сумма сіздер енгізіп жіберу керексіздер. Мысалы Binance-ны жіберсеңіздер или Bybit-тен жіберсеңіздер, ол жақта комиссия $1 3 цент. Сол кезде получается сіздер $52 и 58 цент жібересіздер. Bybit-тен жіберсеңіздер, тура осы сумманы енгізіңіздер, ал основной суммадан $1 3 цент өздері стап қалады. Сіздер жібергеннен кейін мына жақта I'm Python басасыздар, и сіздер бұл жақта егер расымен жіберілген болса, счетыңызға мына жақта гонконгский доллар счетыңызға келіп түсетін болады. Мына жақта HGD-де сіздің суммаңыз көрсетіліп тұрады 400-ден жоғары. Одан кейін қайтадан сіздер бонусқа өтесіздер, и мына жақта қайтадан уже баланстан таңдайсыз, яғни HGD таңдайсыздар, и мына жақта мынаны басасыздар. И все, сіздер сатып аласыздар. Сатып алғаннан кейін төмен жаққа страницаны обновить етесіздер, и төмен жаққа түссеңіздер, мына жақта сізге көрсетіліп тұрады FP1, и мына жақта amount қанша сумма сатып алғаныз, и сіздің сроғы қанша көрсетіліп тұрады. Мен мысалы 2000 HGD-ға, гонконгский долларға FP2-ны сатып алған болатынмын. 6 мартта қазір сәтте 252 гонконгский доллар табысқа жеткен, және де бұның бәрін шығарып алғам. И менің счетыма сәтті келіп түскен болатын. Жалпы бұл жақта шығарған уақытта 1-2 сағатта жетіп келіп түсетін болады. Енді сізге келесі қадам мына жақта сертификатты шығарып алу керек. Ол үшін қазір жақындатайын. Мына тұрған батырманы басасыздар. Басым осын басасыздар. Басқаныңыз сізге PDF ретінде өзіңіз телефоныңызға жүктеп беретін болады. Бұны ашамыз. Ашқаннан кейін сізге осындай сертификат шығарып беретін болады. Яғни өзіңіздің атыңыз тұрады. Ендігі сәтте бұны сіздер WhatsApp арқылы сканер шығаратын жерге барып шығарып аласыздар. 100 теңгедей кетеді. А4 простой параққа шығарып алыңыз. Шығарып алғаннан кейін сізге дальше не істеу керектігін қазір айтатын боламын. Менің телеграм группама өтесіздер. Осы жақта өткен кезде мына жақта облигация сканерді өткізіп, фото, видео және Kikoin адресі жіберу керексіз деп жазып қойған. Мына телеграм группаға кіресіздер. Мына жаққа 1475 участник бар. Мысалы ретінде мен кеше жібердім, қазір сіздерге көрсететін боламын даже. Так. Мынау сіздерге осылай поддержать ететін болады. Қараңыздар, мен мынаны бассам. Мына кісіге жіберсеңіз болады, Ирина деген кісіге жіберсеңіздер болады, осыған жіберсеңіздер, олар осы чатқа салатын болады, немесе прямой чатқа өзіңіз салсаңыз болады. Яғни отчет жіберген кезде. Сіз не жіберу керексіздер? Осындай бір фото түсіріп жіберу керексіздер, и плюс 30 секундтан асатын отзыв жіберу керексіздер шоу-банк жайлы. Шоу-банк деген ключевой сөзі міндетті түрде видеода айту керексіздер, қазақша сөйлей беріңіз. Міндетті түрде осылай түсіріп емес, даже өзіңіз отырып, селфи ретінде отырып түсіре берсеңіз болады. Мысалы, мына қызды түсірген отырып, тағы да алып отқан адамдар көп. Мысалы, мынауда тоже Қазақстан азаматы өзі айтып кеткен, что мен Қазақстандікімін деп, бұл $2000 өзі облигация сатып алған болатын. Тағы да көрейік. Мысалы, мынау қыз өзі камераны ұстап отырып түскен, міне селфи ретінде түсе салған, и мына жақта видеосы тоже селфи ретінде. Яғни сіздер бұл жақта пример ретінде көрсеңіздер болады. Мына балада тоже қарасаңыздар, біреуге статус қойып тоже бірдеңке айтқан болатын. Қараңыздар, плюс астында адрес кошелекті көрсеткен. Яғни сіздер видеоны түсіресіздер, бұл жақта качествосы нормальный болу керек, осылар сияқты качествосы нормальный болу керек, фотоны түсіру керексіздер. Все, дайын ба? Дайын болғаннан кейін сіздерге бұл жаққа өзіңіздің адрес кошелегіңізді скопировать ету керек. Адрес кошелекті қалай аламыз десеңіздер, қайтадан сайтқа өтесіздер. Одан кейін кішірейтейін. Мына жақта мына Kikoin Wallet деген тұр. Мына Kikoin Wallet деген бассам, мен қаразым счетымда уже 6 Kikoin уже тұр. Яғни маған вознаграждение беріп қойған болатын. Сіз мына жақта төмен жақта мына адрес тұр. Осы адресті скопировать етіп аласыз. Мына осы адрес копировать етесіздер. И қайтадан кіресіздер, мына чатқа баны видеомен фотоны загружать етесіздер, и мына жаққа адресті қоясыздар. Болды. Қойғаннан кейін мына жақта өзі менеджер бар, мына кісі осы сіздерге поддержать ететін болады. Мына жібергеннен кейін осылай статус шықса, и 5-10 минуттан кейін кішкене күте тұрыңыздар. Жібергеннен кейін итог транзакция бұл жақта кішкене ұзақтап жүреді. Бір 10 даже жарты сағаттай максимум күте тұрыңыз, жарты сағат ішінде 6 Kikoin келіп түсетін болады. Енді сіздерге 6 Kikoinді бұл жақтан қалай шешіп алу керектігін қазір сіздерге көрсететін боламын. Бұл жақта P2P торговля бар, сіздер ордер ретінде ашатын боласыздар. Яғни мына жақта Kikoin Exchange деген тұрғаны, осын басасыздар. Бұл P2P платформа, енді мына жақта адамдар көресіздер, бірінші қаншаға сатып атқанын. Мысалы, мына адам 143 гонконгский долларға сатып жатыр екен. Ең арзаны 143. Біз одан төмен түсіріп сатамыз, яғни примерно
142 гонконгский долларға сататын боламыз. Онда мына жаққа ордер создавать етеміз. Сіздер осыған қарайсыздар сумманы. Егер де мысалы ертең арғы күн кірсеңіз, уже сіз бұл жақта 147-148-ге сата аласыздар. Яғни уақытша ұстасаңыздар пайда көресіздер. Мен просто сіздерге дәлелдеу үшін расымен ақша шығаратын, сол үшін қойды арзан болса да сіздерге сатып көрсетейін деп жатырмын. Мына жақта no order деген жаққа sale деген басасыздар. Мына жақта кикоинді 1 деп жазып қойыңыздар, каждый 1 кикоиннан сатыңыз. Егер сізде 6 болса 6 новый ордер создать етіңіз. Өйткені 6 кикоинді сразу бір адам ала алмайды, бір талдап алатын болады, сондықтан 1 кикоин деп міндетті түрде жазыңыз. Одан кейін мына жаққа сумманы бағана айтып кеткендей 142 деп жазамыз, қателеспесек. 142 деп жазамыз, қайтадан артқа өтейік. И мына жақта place order деген басамын, және де мына жақта SVI кодымызды жазу керек біз. SVI кодты әр адамның өзінің жеке SVI коды болады. Қазір оны қалай алу керектігін сіздерге көрсететін боламын. Қазір сәтте мен 6 ордер создать етіп тастаймын. Енді каждый раз сіздер өйстіп отырып ордер создать етесіздер. Яғни бұны осындай сіз сияқты обычный адамдар сатып алатын болады. И олар дальше портфолиода сақтайтын болады. Яғни бұл қазір сәтте сағат сайын айтып кеткенде курсы көбейіп жатыр. Так, соңғысы қалды 275. Все, мен бәрін сатып тастадым. Қараңыздар, қазір сәтте жалпы 6 кикоинді курсын көрсетейін сіздерге. Кикоин валетке кірем и төмен жағында қараңыздар. Басында 140 прайс 140 болған, бұдан да төмен болған. Так, көре алмайды екенбіз, бірақ күннің статистикасы көрсеткен. Негізі басында 120 болған. И қараңыздар, қазір күн сағат сайын бүйтіп өсуде. Қазіргі бағасы негізі 153. Бұл ето көтеріле береді, өйстіп жоғары қарай көтеріле береді. Бұл кеше арғы күні ғана шыққан болатын кикоин, поэтому әлде бұл жоғары көтеріледі. Егер де портфолиода ұстайтын болсаңыздар, сіздер вообще жақсы табысқа жететін боласыздар. Достар, қараңыздар, сағат уже 15:21, сағат түскі 3 болды. Жалпы салған кезде бүгін кішкене ошибка болды өздерінде, ордер жағынан, имя менеджер жазуын, оказывается, Binance жағынан бір какой-то проблема болды, өздерінің изменение болған екен. Соның салдарынан менен 5 адам 5 рет сатып алайын деді, бірақ та өкінішке орай бәрі сәтсіз өтті. Мен даже көрсете аламын историямды. Мына аяқта exchange-ге кірем и қараңыздар. Мұны қазір сәтті сатсам 6 коинді қараңыздар. Сәтті 141 HG-ден саттым. И мұна error қараңыздар. Error, но басқа адамдар. Дальше екіншісіне өтем. Мұна тағы да error. Яғни сұраныс бар, достар. Адамдар алады, сұраныс бар. Яғни, достар, айтайын деген 6 кикоин алғаннан кейін сіз дем арада оны сатып жерсеңіз болады. Енді сатып алғаннан кейін шотымызда қараңыздар. 876 HGD бар, бұл 112 USDT мұны көрсетіліп тұр. Енді бұны біз қазір өзіміздің Bybitқа шығарып алатын боламыз. Ол үшін withdraw деген басамын. Amountқа бұл жақта егерде сіз 6 кикоин, ол 400 гонконгский доллардан көп болады. Енді мына жақта сіз егерде веб 20-ға шығаратын болсаңыз, бұл жақта комиссия нулевая болады. Ал егерде треш 20-ға шығарсаңыз, комиссия 3% па сондай сайт. Сондықтан сіз веб 20-ны таңдайсыз міндетті түрде. Енді мына жақта барлық сумманы жазасыз, 876 деп жаздым. И мұны бізде 5 комиссия шығаратын боламыз, 112 USDT. Наяққа өзіміздің веб 20 адресімізді тіркейтін боламыз. Кіргеннен кейін внести криптовалюта деген басамыз. Мына жақта бізде депозит USDT біз веб 20-ны таңдаймыз. И осы адресті өзіміздің копировать етіп аламыз. Қайттан наяққа өтеміз, қоямыз. Next step деген басамын. Мына жаққа өзіміздің CIV кодымыз жазамыз, яғни карточканың артында тұрған, withdraw деген басамыз, все сәтті шықты деді. Мына шотымызда 0, енді Bybitті күтеміз. Bybitқа примерно 1-2 сағат аралықта келіп түседі. Максимум, бір 2 сағат болады. 112 USDT 30 цент шотымызға келіп түсті. Битқа да кіріп көрсетейін, міне историямызда көрсетіліп тұр. Яғни 112 USDT келіп түсті. Бұл примерно 15-20 минутта аралықта келіп түсті, достар. Енді қазір бұны сіздерге Каспий Голдқа қалай шешу керектігін көрсетіп кетейін. Главный деген басасыздар, еще деген батырман басасыздар и P2P торговля кіреміз. P2P трейдингта продажа деген вкладканы ашамыз. Сумма бұл жақта примерно 40 мың теңге жазамыз, өйткені шотымызда 40 мыңнан жоғары бар. Оплата мен Каспийға шығаратын болам, сондықтан қазір сәтте Каспийді таңдайтын боламын. Каспий банк, подтвердить. Сумманы қайттан жазайын, кет қалды.
Все, бізде сразу фильтрация жасады, и мынаны таңдаймыз. Қазір сәйте курс валюта 460 теңге болып жатыр. Мына се деген басамын, и все, мына қараңыздар, 51.740 теңге. Айтқанда 50.000 теңге сіздер табысқа жететін боласыздар деген. Мына все, мына жақта способ оплаты мен уже тіркеп қойғанмын өзім Каспий кошелегімді, и қазір енді күтетін боламыз. Міне достар, жерді Аян деген жігіт 1 минут ішінде тезірек ордерді сразу орындап тастады. Енді сәтте мен бұған подтвердить ете салу керекпін, что мен алдым деген да, понятно деген басамын, и мына жақта аутентификатор арқылы қазір тіркеледі. Подтвердить. Все, завершено. Достар, яғни мына тегін түрде мен 51.740 теңге алдым. Мен бұны кешке жақын жұмысты бастадым, и міне уже бүгін түске таман уже ақшамды алып отырмын. Кішкене өздерінің арасында ошибка болып қалды, сондықтан егер де ол ошибка болмағанда тіпті уже азанда өзім табысымды алатын едім.